Саламатсыздарбы? Бүгін өткендегі тақырып көралмаушылық сезімінің ең соңғы бөлігі, немесе ең соңғы тақырыбы, мен видео лекциялар бойынша ең соңғы тақырыбы патологиялық көралмаушылық немесе ауруға айналған көралмаушылық туралы сөз қозғаймыз. Көралмаушылық алдыңғы видеода бәрін айттым. Ол сезім туралы неге керек, қалай пайдаланамыз өмірде, ненің белгісі бұл сезім, бәрін айттым деп ойлаймын. Енді қайта көріп өздеріңіз түсініп аларсыздар. Енді кәдімгі көралмаушылықпен, кәдімгі емес, сау дейік та, енді шартты түрде. Көралмаушылық сезіммен патологиялық ауруға айналған көралмаушылықтың айырмашылықтарын айтып өтейін бірінші. Патологиялық көралмаушылығы бар адам өзінің бойындағы көралмай жатқан сезімін сезіне алмайды, біріншіден. Менде сондай сезім, мен мына адамның мынандай қасиетін көре алмай жатырмын деген ол адам сезіне алмайды. Ол нәрсе, ол сезім бөлігі ол кісінің бұзылған бір балалық шағында. Екінші, ол адам көре алмай жатқанын аздап сезінсе де, бір сәттерде, енді қатты күрделі оқиғалардың, жағдайларды көре алмай жатқанын аздап сезінсе де, бірақ ол ешқашан мойындамайды өзіне де, ол ешкім басқа адам түгіл. Үшіншіден, ол көре алмай жатқан үшінші айырмашылығы, мысалы біз көре алмасақ, бір адамның қасиетін немесе бір адам жетістіктерін көре алмасақ, біздің ішімізде қалады ғой, өзімізбен өзіміздің ішімізде. Ал патологиялық көралмаушылығы бар адам ішінде қалдырмайды ешқандай агрессияны. Іште сол көралмаған адаммен достасып, немесе тез арада бірден, немесе сол көралмаған адамына үйленеді де кейбір ер адамдар. Сөйтіп сол көралмаған объектісін дейік та, енді адамды объектіге болмайтынша, көралмаған адамын өзіне жақын ұстап, сол адамды түрлі психологиялық құралдар арқылы, психологиялық манипуляциялар арқылы сол адамды өлтіріп бастайды іштей. Енді соған өтейік. Патологиялық көралмаушылығы бар адам өзінің көралмаған адамын мынандай жолдарменен өз-өзіне сенімсіздігін, өз-өзін бағалауын, немесе сол адамның тұлғалық қасиеттерін мынандай жолмен өлтіреді. Бірінші жолы ол төмендету. Мысалы, ол кісі бағанағы патологиялық көре алмай жатқан, ауруға айналған көралмаушылығы бар адам өзін көре алмаған адамын неше түрлі жолдарменен ойнап, әзілмен, астарлап, жасырын түрде мазақтап төмендетеді. Мысалы, былай дейік, біреу оқуды бітірді, сөйтіп қатты қуанышты, мен мынандай қалаған оқуымды бітірдім, неше жылдық білім, өміріміздің көп уақыт өтеді ғой білімге. Мынанша жыл оқып білім алдым, мен сонымен мынандай дәрежеге жеттім, мен білім алдым деп қуанған кезде, мынандай жұмысқа тұрдым деп жетістігін айтса, сол патологиялық көралмаушылығы бар адам, егер ол адам сол көре алмай жатқанын сезімін сезініп, қабылдап кетсе, көре алмау өзі іште қалады, ал бірақ ол іште қалдыра алмайды ғой. Содан соң былай қуанышын айтып жатқан адамға, ол бағана патологиялық көралмаушылығы бар адам, неге қуанасың сен? Бір елдің президенті болғандай. Сонша қуанғанын түсінбедім мен сені деп басады. Міне осыны төмендету деп атайды. Міне мысал. Содан соң мен мысалы біреуге қуанып, өзімнің қуанышымды айтып, мен мынанша жыл оқып, мынандай жетістікке жетіп, мынандай білім алып, мынандай жұмысқа тұрдым деп айтсам, ол кісі маған неге қуанасың сен президент болғандай бір елдің, сонша қуанғанға таң қалдым деп кәдімгідей күрделі, серьезный деген не дейді, сондай түрмен маған айтса, мен ойланып қаламын ғой, демек мен дұрыс емес екен, мен қуанғаным. Ол маған, ол кісі сізге егер сол айтқан патологиялық көралмаушылығы бар адам внушение иландырып жатыр, сендіріп, сен ешкім емессің, сен олай қуанба деп. Бұл бірінші мысал, бірінші төмендету мысалы. Екінші, өзінен ұялдырып,
неше түрлі жолдармен. Екіншісі қорқыту арқылы, мысалы патологиялық көре алмаушылығы бар адам басқа екінші өзінің көре алмаған объектісін қуанышын, мысалы мен бизнес аштым дейді да, бір өзім неше армандаған бизнесімді ашып, енді бастап сол патологиялық көре алмаушылығы бар адамға мен айтсам, мен осындай бизнес ашып жатырмын, өзім қуанышыммен бөліссем, ода көре алмаушылық менің сол көре алмаушылық сезімі оянса, ішінде қалдырмай сыртқа шығарады да сізді қорқыта бастайды. Қазір мынандай налогтар шыққан, мынандай документтерің тура ма, сенің конкуренттерің көп шығар, қой, қолынан келе ма, ол келмей ма, ойландың ба сен жан жақты, көрдің ба деп қорқыту сезімдерін айтып, сіздің бойыңызда өзіңізге сенімділігіңізді төмендетеді. Келесі, егер бастығыңыз болса, мысалы сондай патологиялық көре алмаушылығы бар, ол кісі сіздің бір қуанышыңызды, бір қуанышты сәтіңіздің, олар көбісі қуанышты адамның бойындағы қуанғанын да көре алмайды. Негізі ең бірінші белгісі да, қуанышты сәтін байқап қалса, сіздің бастығыңыз, мен сондай деканым болған бұрын, бастығыңыз болса, сондай көре алмаған сәтіңіз, қуанған сәтіңізді көре алмай, сізді шақырып алып, өтірік ұсақ түйектерменен тексеріп, ұрысып, төмендетіп, басып сіздің қуанышыңызды. Қайтадан өзіңізге былай түсесіз ғой, біреу сізді төмендетіп, әр жеріңізден кемшілігіңіз тауып, болмайтын нәрседен кемшілік тауып жатса, төмен ұстап, өзіңізді бағана қуанышты сәтіңіз жоқ болып, өзіңіз басылғаннан кейін олар рахаттанып, қуанып кетеді. Патологиялық көре алмаушылықтың бір мысалы осы. Кейін салыстыру. Бір манипуляция құралы салыстыру. Ол патологиялық көре алмаушылығы ауруға айналған адамдар дейді. Салыстырады көбінесе. Мысалы, сіздің тағы да бастамастайық та. Көре алмай, сіздің бір қуанышты жетістігіңізге көре алмай бар жатса, сізден алу керек қой, агрессиясын сізге шығару керек сыртқа. Іште ұстай алмайды ол. Сыртқа шығару үшін сізді тікелей өлтіріп тастай алмайды, заң бар мемлекетте. Немесе сол үшін жасырын түрде психологический насилие, зорлық, зомбылық болып жатыр да. Салыстырады. Мен мынандай қуанышты болып жатырмын деген сөзіңізге. Сен емес, нағыз немесе қасыңызда жұмыс істейтін адаммен салыстырып, ол ондай жетістікке жетіп, сен несін мақтанасың деп салыстырады. Сол кезде сіз өзіңізге сенімсіз болып, мүмкін менде шынымен самооценка, өзіңізді бағалау дәрежеңіз төмендетеді. Келесі олардың құралы газлайтинг. Патологиялық көре алмаушылығы бар адам газлайтинг деген ең көп, ұзақ, ең көп пайдаланатын манипуляциясы. Психологиялық зомбылықтардың бір түрі газлайтинг. Газлайтинг дегеніміз көріп тұрғаныңызды сіздің көзбен, естіп жатқаныңызды, сізге істеп жатқан нәрселерін айтсаңыз, ол кісі жоқ, мен ондай нәрсе болмаған, сен көріп тұрған нәрсең өтірік нәрсе, сен өзі сәл бір түрлісін, сондай внушение жасап, өзіңізге мүлдем сенімсіздікті жояды. Мысалы, сізді сол кісі патологиялық көре алмаушылығы бар адамға, сен маған мынандай төмендетіп айтып жатсың, мынандай деп мазақтап жатсың, өтірік, әзіл, сау адамға, былай айтайын да, психикасы саулау адамға, өзінің эмоцияларын сезінетін адамға, ашық түрде сен мені мынандай сөздермен, әзіл ысқақтарыңмен, ойнаған сымақ болып, мазақтап жатсың қазір деп айтсаңыз, ашық түрде ашсаңыз, ол кісі ойланып кешірім сұрайды. Немесе бәріміз адамыз, бәрімізден ойын түрмен білмеген түрде шығып кетуі мүмкін. Енді бәріміз періште емеспіз ғой. Әзілдер, ойын түрде біреуге сөзбен тиісіп қоюымыз, немесе психологиялық қысым көрсетіп, зорлық, зомбылық жасап қоюымыз мүмкін. Бәрі адамда болады ол нәрсе. Бірақ айырмашылығы
патологиялық көре алмаушылығы бар адаммен басқа адамдар сол кемшілігін сезініп, сен маған сондай нәрсе ойнап айтып жатсың, мазақтап жатсың, мен төмендетіп жатсың деген кезде ол сау адам кешірім сұрап өзінің қателігін түсінеді. Ал бұлар түсінбейді. Бұлар дегенде патологиялық көре алмаушылық бар адамдар. Егер ол кісіге сен қазір мен мазақтап жатсың ғой, мына сөзіңнің астыңмен мынандай деп айтып жатсың, астарлап сөйлеп жатсың, қазір маған айтып жатсың десеңіз, жоқ, ондай нәрсе болған жоқ. Сен өзіңе өзің ойлап тауып, өзің ойлаған нәрсеңе сеніп, өзіңе айтып, өзіңмен уайымдап жүрген адамсың. Мен ешқашан ондай нәрсе мойындамайды, ешқашан. Мен ондай нәрсе айтпағанымда, істемегенімде сәл біртүрлісің дейді. Осындай адамның сезімдерін, естігенін, көргенін жоққа шығару газлайтинг деп аталады. Әрбір психологиялық зорлық-зомбылыққа мен жеке-жеке видео түсірем. Бүгін бір мысал ретінде айтып кетейін да. Міне осындай патологиялық көре алмаушылығы бар адам, өзі бір толық тұлғаны, бір адамның бойындағы өзімен өзі бақытты болып жүрген, қуанышты болып жүрген, еш нәрсеге мұқтажы жоқ адамдарды әрбір қасиеттерінен көре алмаушылық шығып, сол адаммен тез-тез достасып, өтірік сылтаулармен көбінесе үйленеді, немесе достасып, немесе үйленіп, сол адамды өмірін тозаққа айналдырады. Әртүрлі психологиялық құрал жабдықта осындай зорлық-зомбылықтың түрлерін әрқайсысын жеке-жеке қолданып, ол адамның ақырында өзіне сенімсіз, еш нәрсе қолынан келмейтін, еш нәрсеге лайықсыз тұлға емес, бір әшейін жүрген біреу адам ретінде сезіндіріп, адамды өлтіріп шығарады, психологиялық психикасын. Осындай адамдарды патологиялық көре алмаушылығы бар адамдар деп атаймыз. Бір ғана ұсыныс айтуға болады бұл жерде. Кім болса да, ол кісі әке-шешеңіз де болып қалуы мүмкін, ондай адамдар. Сондай әке-шешесі бар адамдар, сондай әке-шешеде өскен адамдар өскен соң депрессивный адамдар дедіміз ғой. Күйзеліске ұшырайтын, неврозға ұшыраған адамдардың әке-шешесінің біреуі осындай патологиялық көре алмаушылығы бар болған адам. Осындай психологиялық зорлық-зомбылықтар атмосферасында өскен адамнан невроз, депрессияға ұшыраған, психикасы ауытқыған адамдар өсуі мүмкін. Кейін не істеуге болады енді? Осындай адамдар қасыңызда болса, бір үйде өмір сүрсеңіз, немесе әке-шешеңіз, немесе күйеуіңіз, немесе құрбы құрдастарыңыз болса, бір ғана жол бар, ол нәрсе ешқашан емдемейді, ол адамдар өздері, ол өзгермейді деген ғой. Бір ғана ұсыныс айта аламын мен. Жақсы, сенікі дұрыс болды деп, ол адамдармен қоштасқан жақсы. Бірақ әркім өзінің қалауы ғой, өзіңіз білесіз, не істесеңіз. Қоштасқан жақсы, өйткені бір 2-3 жылдан кейін, егер ол күйеуіңіз болса, құрбылармен қоштаса береміз, достармен. Күйеуіңіз болса, 2-3 жылдан кейін сіз мүлдем өзіңізге сенбейтін, таңертең айнаға қараған кезде өзіңізден жиіркенетін, өз-өзіңізге еш нәрсеге сенімсіз, мен ананы істей алмаймын, мен мынаны істей алмаймын, мен қолымнан түк келмейді, әшейін мынандай барып келіп өмір сүрсем болды деген адам қылып шығарады сізді. Әр жеріңізден психологиялық зорлық-зомбылықтардың әр құралын пайдалану арқылы әр жеріңізден самооценкаңызға тиісіп, басып, ақыры сіз соған сеніп, соны адамды 40 күн бойы бір адамға сен малсың деп айтып внушение жасасаңыз, сол 40-шы күні, 41-шы күннің өзін мал сезіне бастайды. Біздің психикамыз сондай сенгіш, біз иланамыз бәр нәрсеге. Сол үшін ол адамнан кету керек. Жақсы, сенікі дұрыс, сен молодецсің деп
өзіңіз енді ең бірінші құндылық адам үшін өзі шығар деп ойлаймын мен. Бірақ өзіңіз, мен ұсыныс жасаймын, ары қарай қолдану, қолданбау әркімнің өзінің қолында. Жақсы.